Армысыздар ағайын, менің есімім Ернат, мен әкемін. Мен бүгін осы қоғамдағы өзекті мәселелердің бірі интернетке, жалпы смартфонға тәуелділік жайлы болмақ. Бұл оқиғаның атын біз онлайн деп қойдық. Онлайн деп қоюымыздың себебі қазіргі интернетке, смартфонға жастар ғана емес, соның ішінде жастары егде тартқан қариялар да тәуелді екені хақ. Әлеуметтік желі бізге соншалықты керегі біздің жұтатын ауамызбен тең болып кеткен. Біздің қазіргі айтатын оқиғамыздың кейіпкері де осы смартфонға, интернетке тәуелді қазіргі заманның зомбиі десек те болады. Таза зомби. Мені ауылға жолдамамен жіберіп жатыр. 1 жылға. Қаладан Жыланкөл деген ауыл бар екен сонда. Қаладан 200-220 шақырым жерде. Ветеринар болам. Мал шаруашылық бөліміне қатысты. Қойы! Шын ба? Шын. Ой, мен сенбейм. Құдай ақы деші ал. Мен ауылға жолдамамен жіберіп жатыр. 1 жылға. Жыланкөл деген ауыл бар екен сонда. Қаладан 200-220 шақырым жерде. Ветеринар болам.
мал шаруашылығы бөліміне қатысты. Биғайша? Алло. Болды, мен баратын болдым басеке. Иә. Болды, жақсы. Hoş geldiniz Aseke. Hoşumет көрсетейік. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Al kanege konuştu konağımızda. Şabulan. Ауылға барам, бәрі де туыс ел жақта. Oldu. Kırıp gitti oğlum. Жаңа айтпадыңдар ма? Бітті. Үйлеріңе қайта беріңдер. Мектепке бара ән күй сабағын береміз. Жүр. Мынау біздің ауылдың фазендасы. Қараушы Бекболат деген жігіт. Бұл жерде 100 бас сиыр, 650 бас қой, жылқылар саны 45. Осы ауылдың бар малын осы Дәулетбайдың фазендасына жинаймыз. Қыста осында, жазда жайлауға жіберіп отырамыз. Осында білікті маман ветеринар келеді дегенде бүкіл ауыл боп қуандық. Әсіресе мен.
Асеке. О, Асеке. Жүріңіз аралайық. Асеке. О, Асеке. Жүріңіз аралайық. Мына отырған ауылымыздың бұрынғы ветеринары Сәрсенбек Дулуаев деген ағамыз. Енді бұл кісінің ауыл мал шаруашылығына еткен еңбегі орасан зор. Сәкең талай малды аманап қалды ғой. Қазір зейнетте. Ал мына отырған Дүйсейба Зиягүл деген апамыз бұғалдыр. Міне бәрін таныстырып болдық. Ал енді өзіңіз жайлы бір нәрсе айтсаңыз, Асеке. Асеке. Ау. Бір нәрсе дейсіз бе? Иә. Тыңдап тұрмыз. Мына ауылда неғып интернет жоқ? Интернет па? Соны өзім де білмедім. Шынын айтсам, бұрыннан бұл ауылда интернет жоқ. Оны ойламаппын да. Сіз бізге жұмыс жайлы ештеңе айтпайсыз ба? Асан Темірланұлы. Асан Темірланұлы, біздің ауылда интернет жоқ. Телефоныңызды әзірше қоя тұра алмайсыз ба? Ал айта беріңіз. Қайырлы таң. Ау, Жақсы демалдыңыз ба деймін? мен қайдамын өзі? Сіз біздің ауылдасыз. Ұйқыңыз қанбаған ба не? Бұндай ауылды бірінші рет көріп тұрмын.
Біз өзі Қазақстандамыз ба? Әрине. Ал сен не ойладың? Шетелде жүрміз деп пе? Ой, осы жерде қателестің, Асеке. Қазақстанның ауылдарына ешқандай шетел метелдер жетпейді ғой шіркін. Тек оны көру керек. Көзбен тірідей көру керек. Анау телефон дегенде шетке сырып қарау керек. Телефон қуаттағышы өшіп қалды. Үйдің ішінде розеткалар бұзылып қалған. Маған тауып беріңіз. Табамыз. Тез кейін жұмысқа барайық. Жарайды. Ей, тұқымдас кім тоқта! Қайсың бұлай? Ей, тоқта! Бәрін анықтадық, бәрін таптық. Таптыңыз ба? Әкелдіңіз бе? Телефонды ма? Иә. Жоқ, әкелгенім жоқ. Алдымен бірінші телефон ұрлаған баланы тауып алуымыз керек. Әй, Исеке, мынандай бір кішкентай ауылдан кішкентай баланы табу кәдімгідей қиындыққа соқты ма? Бәрі осында болып тұр ғой, егер біздің ауылда болғанда ғой. Біздің ауылдың баласы емес сияқты. Барлық жерді шарладық. Оның үстіне мен о баланы көрдім ғой. Түрі мүлде таныс емес. Сен кішкене бізге уақыт бер. Мен жігіттерге айтып қойдым. Олар басқа ауылды іздейтін болды. Ал полиция ше? Полиция да іздеп жатыр. Уайымдама, табылады. Қызық екенсіздер. Уайымдамаңыз, табылады деп. Әй, Исеке, мен ол солтүксіз өмір сүре алмаймын. Мен ол солтүксіз жұмыс жасай алмаймын, білесіз ба? Енді амал жоқ болып тұр ғой. Кішкене сабыр сақтаңыз. Болмаса, мына менің телефонымды ұстай тұрыңыз. Ауылда интернет жоқ. Бізге осындай телефонда бола береді. Қандай дәуірде қалып кеткенсіздер сіздер өзі? Бір ауылдаңызы интернет жоқ.
Бекбол балам басынан бастап айта ғой. Айтқанда 3 күн болды. Не шөп жемейді, суда ішпейді. Ауырып тұрма білмеймін. Қызық екен, көздерді қызармаған. О, Асеке, не дейсіз? Менің осы телефонымнан хабар жоқ па? Хабар бар. Жаңа жігіттер хабарласты. Бізден 20 шақырым жерде Тереңөзек деген ауыл бар. Сол ауыл тексеріпті. Сол жақтың баласы ма екен? Жоқ, ол жақтікі емес екен. Енді басқа ауыл тексеру кетіпті. Ай, Қорғырай, а. Не үшін осы ауылға келдім? Қалада жүре бермесем болмас па еді? Аға, жылқын көріп бересіз бе? Ай, иә. Қане, басынан айтыңызшы. 3 күн болды. Суда ішпейді, жемде жемейді. Болды, түсінікті, жүріңіз. Кеттік. Ассалаумағалейкум, аға. Шындымы, неғып менімен амандасып жатыр? Эй! Неғып менімен амандасып жатсың, мен сені танымаймын ғой. Шындырып қалғаны?
Mağa toptu vermişi. Не үшін береді екен? Енді biz әдейі тепкен жоқпыз ғой. Әдейі теппедіңдер ма? Былай келсек онда, иә? Мына сендер барлықтарың, ал мен жалғыз. Келістік пе? Келістік. Кеттік пе? Давай. Бекбол, мына қағазға бүкіл дәрі-дәрмектерді жаздым. Орталық аптека бар ма сендерде? Иә, бар. Солардың барлығын алып кел, дәрі-дәрмектерді. Бүгін егуіміз керек, бекпесек болмайды, міндетті түрде. Күн ысып келеді, малдарға да күтім керек. Сосын бүгін кешке қарай жайлауға барайық. Шөптің құнарын, жердің құнарын білейік дегендей. Жарайды. Онда мен бір көлік дайындап қояйын. Сол дұрыс болады. Айтпақшы, Есеке, сіздерде ауылдарыңызда малдарға екпе егу үшін үкіметтен қаржы қаралады ма, әлде иелерінен төлене ма? Оны иелері өздері төлейді. Ертең онда жиналайық. Жарайды. Ақылдасуымыз керек. Әлбетте. Бұлар да адам сияқты ғой, аяуымыз керек. Иә. Бәрі түсінікті болды ғой. Түсінікті. Енді жылқыларды тексерсек. Жарайды. Жүріңіз. Әй, мынау кәдімгідей жақсы адам сияқты ғой. Неге тұрмыз? Жылқыларды көрсетейік те. Жарайды. Ассалаумағалейкум, аға. Уағалейкум ассалам. Уағалейкум ассалам. Балмұздаққа рахмет. Ас болсын. Нешінші сынып оқисың өзің? Мен бе? Мен 5-ші сынып оқимын. Сенен бір нәрсе сұрауыма бола ма? Сұрағыңыз? Осы сендер интернетсіз қалай жүресіңдер? Іштерің пысып кетпей ма? Интернетте сіз бе?
интернет біздің ауылда жоқ. Қалай жоқ? Сендер баяғыда қалып кеткенсіңдер ғой, а? Сол айтпақшы. Біз бе? Жоқ, біз қалып кетпегенбіз. Мүлде олай емес. Қалай олай емес? Сен өзің айтып отырсың ғой, интернет жоқ деп, біз қолданбаймыз деп. Адам интернетсіз қалай өмір сүреді? Facebook, Instagram, WhatsApp деген нәрсені білмейсіңдер сендер. Жалпы олардың барлығын сендер мына түстерінде көретін сияқтысыңдар ғой, а? Даму жоқ қой мына сендерде. Жастарға даму үшін мына интернет керек емес па? Сонда адамға даму үшін интернет қажет деп ойлайсыз ба? Әрине. Сол интернет мен әкем берген тәрбиені бере ала ма? Интернетті тек қажет кезде, тек қажет затыңды өтеу керек кезде ғана қолдану керек. Ал солай емес пе, Ал өзіңіз интернеттен таңнан кешке дейін шықпайсыз. Интернет сізге не береді өзі? Интернет маған көп нәрсені берді. Көп нәрсені берді. Мысалға, әлемді білемін, Қазақстанда не болып жатқанды білемін, әншілердің, футболшылардың өмірін білемін, өмірлерін жағына. Сосын доллардың курсын, ауа райын білемін. Жалпы көп нәрсе білемін мен негізі. Айта берсең көп қой, бауырым. Бірақ ал ата-анаңыздың жағдайы ше? Бауырларыңыздың, туысқандарыңыздың, көршілеріңіздің жағдайы ше? Дініңіз, жеті атаңыз, салт дәстүріңіз. Және де ең бастысы, сіздің тәрбиеңізді интернет жақсы жаққа қарай өзгерте ала ма? Біз ауылдың балдары қалмаймыз. Сіз қалада қарындасым бар деп айттыңыз ғой, Сол қарындасыңыздың қал жағдайын мектеп бітіргеннен кейін кім болатыны туралы сізге қызық емес пе? Қызық. Ал осы сұрағыңызға неге интернет жауап бере алмайды? Біз ауылдың балдары қалмаймыз, керісінше озамыз. Өйткені біз ата-әжеміздің қолында, солардың дана сөздерін естіп, отбасылық құндылықтарға үйренеміз. Ал интернетті мен өскен кезде, ер жеткен кезде үйреніп алармын. Ал айтпақшы, сіз телефоныңызды таптыңыз ба? Жоқ. Бәлкім Алла тағала сіздің телефоныңызды әдейі жоғалтқан шығар. Сол телефоныңыз жоқ кезде күндеріңізді жақсы өткізіп алыңыз. Ал мен кете берейін, балмұздаққа рахмет. Жылқылар соғарым керек. Міндетті түрде тағы да келіңіз. Сіз бізге ұнадыңыз. Егер біздің тарапымыздан қандай да бір қателіктер болса, кешіріммен қараңыз. Асан Темірланұлы. Керісінше сіздерге рахмет. Мен ауылдан көп нәрсені үйрендім. Біз де сенен көп нәрсе үйрендік. Рахмет. Сіздің әдісіңіз кәдімгідей біздің ауылға үлкен жаңалық болды. Болашақта
үлкен септігін тиетініне сенімдімін. Рахмет. Аман болыңыздар. Айтпақшы, телефоның қалып барады. Кеше жігіттер әкеп берді. Табылыпты. Ал. Шыныңызды айтыңызшы есеге. Осы телефонда әдейі ұрлаттыңыз ғой, я? Неге олай дейсің? Жақсы, аман болыңыздар. Сау болдың. Жақсы болыңыздар. Жолың болсын. Сау болдың. Қойсаңдаршы. Қарасаңдаршы айналаңа. Өмір қандай тамаша. Не мыналарың? Шықсаңдаршы бұл телефоннан. Сендерді. Ейлі. Біз адамдар қазір интернетке, смартфонға көбірек көңіл бөлеміз деп, жалпы жан жағымыздан қалыс қалып жатқан сияқтымыз. Бізге қазіргі біздің әдет ғұрпымыз емес, салт дәстүріміз емес, осы интернеттегі ойлап табылған батырлардың өмірі көп қызықтыратын сияқты. Менің ойымша бұл үлкен дерт алпауыт ойран. Өйткені біз ақыл парасатымызбен өзімізге мынандай сұрақты қоя білуіміз керек. Біз кімбіз? Және адамдықтан надандыққа айналып бара жатқан жоқпыз ба? Өйткені бұл өмір, бұл сынақ.